Құран оқудың сыртқы әдептері және ішкі әдептері бар. Сыртқы әдептері дәретпен оқу, қыблаға қарап оқу деген сияқты әдептері. Ал ішкі әдептері ол адамның жан дүниесіне байланысты әдептер. Біз ішкі әдептерінің біріншісі ретінде Алла субханала тағаланың кәләмінің ұлықтығын түсіну дедік. Себебі біздің оқып жатқан кітабымыз, Құранымыз бұл жай адамның сөзі емес. Ол әлемдердің жаратушысы болған, бүкіл әлем уысында болған Алла субханала тағаланың кәләмі. Яғни сіз әлемді елестетсеңіз, ол қаншалықты үлкен. Әлемді ешкім толық зерттей алған жоқ. Бірақ адамзаттың ғылым деңгейі жеткен жерге дейін іздеген, ашқан ғылыми жаңалықтарын қарайтын болсақ, бұл әлемнің қаншалықты ұлықтығын көреміз. Бұл әлемнің әлі 101% ашылып, толық зерттеліп үлгерген жоқ. Бірақ сол адамзаттың білімі жеткен деңгейге дейін қарайтын болсақ, әлем қандай ұлы, қандай үлкен. Бір жұлдыз бен екінші жұлдыздың арасын қанша мың жылдық жылдар деп есептеп жатады. Ал бүкіл әлем Алла субханала тағаланың ең ұлы махлуқаты жаратылысы болған аршымен салыстырғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келгенде, бүкіл әлемді күрсімен салыстыратын болсақ, аспан жер барлығын шөл даладағы бір құмның арасында жатқан бір жүзікке ұқсайды. Ал күрсидің аршының алдындағы көлемі сондай. Сонда аршының үлкендігін ойлай беріңіз. Бұл әлем аршының жанында түк болмайды. Сондай үлкен нәрселердің барлығы Алла субханала тағаланың уысында, Алла субханала тағаланың қалауында. Алла субханала тағала қаласа, соның барлығын бір сәтте жоқ етеді, және Алла субханала тағалаға одан ешқандай пайда зиян да келмейді. Сондай ұлы жаратушының бұл кәләмі. Мұсылман адам Құран оқудан алдын бірінші осыны түсіну керек. Ең бірінші ішкі әдебі осы. شريك لك